Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін тойымды әрі жылдам жасалатын салаттың түрін ұсынамын. Менімен бірге болып, видеомды жіберіп алмаңыздар. Енді бізге салаттың құрамына 2 орташа сәбіз қажет, оны ұзынша теркадан өткізіп аламыз. Байқасаңыздар, бұл салаттың құрамы өте оңай. Асыққанда, қонақ келгенде осылай жылдам жасап жіберуге болады. Міне біз теркадан өткізіп алдық сәбізді. Енді бізге осындай қаттылау сиыр қажет, оны да ұзынша теркадан өткіземіз. Мен бұл жерде колбасын сиыр қолдандым. Бұндай сиырды кез келген магазиннен таба аласыздар. Егер де осындай сиыр болмаса, орнына басқа да қатты сиырларды қолдануға болады. Енді бізге осындай краб таяқшалары қажет. Оны видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады. Міне осылай барлығын біркелкі етіп турап шығамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, видеоларымды қарап, әртүрлі пирог, салаттардың рецептерін алуларыңызға болады. Міне краб таяқшаларын турап алып, ыдысқа салдық. Енді біз алдын ала пісіріп алған жұмыртқамызды осылай ұзынша етіп тураларыңызға да болады, теркадан өткізулеріңізге де болады. Осылай оны да ыдысқа саламыз. Міне біз барлығын біріктіріп бір ыдысқа салып алдық. Енді дәміне қарай тұз себеміз. Енді қалауыңызша осылай майонез қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзы барлығы жақсылап сіңгенше араластырамыз. Егер де майонез аз десеңіздер, онда қалауыңызша тағы да қосуларыңызға болады. Салатымызды араластырып болған соң дәмін көріп, егер де тұзы аз болса, қайтадан қосуларыңызға болады. Содан соң жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің аз уақытта дайын болған салатымыз өте дәмді әрі тойымды салаттардың бірі болып табылады. Және де қонақтар келгенде, асығыс болғанда ең бастысы жылдам жасалады. Сіздер де дәл осы рецепт арқылы жасап көріңіздер, өте дәмді шығатынына сенімдімін. Достар, менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, астына комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойып, видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сіздерге ас болсын.